это делаешь? Как ты стал призраком? Вышел на пробежку. Один. Хотя это строго запрещается. Урса появился прямо передо мной. Я достаю кортик. Он стреляет шипом, попадает мне в плечо. Дальше мы с ним катимся по скале, падаем. 30 метров по отвесной, вниз до реки. Уходим до самого дна. Он навис сверху, но не шевелится. И я понимаю, он хочет меня утопить. Korkunç деген жалпы алғанда бұл барлығымыз бірдеңеден қорқамыз. Бұл жерде бір тарихта айтып кеткенде де Альберт Эйнштейнді танимыз ғой барлығымыз. Альберт Эйнштейн ұлы ғалым, физик кісі. Көптеген дәлелдерді және формулалар шығарған кісі. Сол бір профессор кісі ол студенттерге сабақ беріп жатыр екен. Сол келіп сұрайды екен. Құдай бар ма деп. Сөйтсе бір студент қолын көтеріп, әрине бар деп айтады. Барлық болып жатқан нәрсе Құдайдан бола ма деген. Иә, Құдайдан болады деген. Бұл рахмет отырыңыз деген. Сонда беткенде, мысалға әлемде соғыс болып жатыр дейді да. Құдай бар дедің дейді да, жаңа студент. Құдай бар дедің. Мысалы, әлемде соғыс болып жатыр дейді. Иә дейді. Сол соғысты жасап тұрған Құдай ма дейді. Сонда басқа салып жатыр. Иә дейді. Мысалы, әлемде мысалы адамдар бір-бірін өлтіріп жатыр. Оны жасап тұрған Құдай ма дейді. Солай шығар дейді да, мысалға. Осы яғни Құдай деген ол жақсы нәрсе емес, ол жаман нәрсе деп айтады да жаңағы ұстазы. Сөзде бір ары мақтанып қалады да жаңағы ұстазы дұрыс емес бақыт беріп ше. Сөзде бір тағы бір студент қолын көтереді да. Мысалға айтады да, ұстаз дейді, я айта беріңіз дейді, мысалға салқын бар ма дейді да. Әрине тоңу деген бар ма дейді, әрине тоңу деген бар дейді да. Студент жоқ дейді, салқын деген жоқ дейді. Шын мәнісі салқын деген ол жылудың болмауы дейді. Ұстаз дейді, сізге тағы бір сұрақ қойын. Ұстаздан сұрайды жаңа студент. Қараңғы бар ма дейді. Әрине қараңғы бар, түн бар дейді. Қараңғылық түнде жоқ дейді. Шын мәнісінде ол жарықтың болмауы дейді. Сол сияқты жаман нәрсе бар ма дейді. Әрине жаман нәрсе бар дейді, жаман нәрсе жоқ дейді. Жаман нәрсе ол жақсылықтың болмауы дейді. Сол сияқты жаңағыдай қорқыныш деген ол батылдықтың болмауы. Жаңа айтып жатыр. Қауіп шын мәнісінде болады, фактор ол. Қауіп болады. Машина төңкеріліп кету қаупі бар. Бизнес бастаған кезде сәтсіздікке ұшыраудың қаупі бар. Самолетпен ұшқан кезде самолеттің құлап кету қаупі бар. Әрбір нәрсенің қаупі бар. Бірақ осы ситуацияға байланысты қорқынышты оятатын кім? Біз өзіміз. Мысалға, кейбір кім суға түсуден қорқады мысалы. Сіз қорқасыз, мысалға, бұл кісілерде жаңағыдай жүзетті адамдар, басқа кісілер жүзе алады, бірақ сіз суға қорқсаңыз, сіз батып кетесіз. А сіздер қорқынышты болмағандықтан сіздер жүзіп жүрсіздер да. Мысалға, сіздер суға барып бет просто қалқып салсаңыздар, қорықпай ше, бетінде қалқып жүре береді адам. Мен батып кетемін деп тұрмысып қармасқан сайын ол төмен қарай алып кете береді. Сонда әрбір нәрсенің алдында міндетті түрде қауіп болады, қорқыныш емес. Бірақ ол қорқынышты оятатын біз. Шын мәнісінде ол иллюзия. Иллюзия деген білеміз, мираж не екенін білеміз, ол біздің воображениеміз. А сіз батылдықты өзіңізге елестетіп, мен батылмын, мен ержүрек, мен жетемін десеңіз, сіз міндетті түрде жетесіз. Мен өз басымның тәжірибем болды да, бізде Алматы қаласында Шымбұлақ деген курортный жер бар, сол жерде шаңғы тебетін жерлер бар да. Сол кезде ең бірінші рет былтыр сноуборд айдап үйрендім да. Сол кезде мен көтерілетін канаттың дорожкалары бар ғой. Мынандай бір т сияқты тема бар. Мына бұттың арасына барып салып тұрып міну керек та бейт. Ашық бірден. Сол кезде басына мініп бейт. Тайғанап кете береді да, ыңғайсыз. Құлап жатым қайта-қайта. Кішкентай балалар мініп кетіп жатыр да. Бірақ мен құлап жатып үлкен болып алып деп қоямын. Сол жерде тренер айтты, сол жерде тұрған кісі айтты, қадалып, сен
ана жаққа кішкентай балалар баратын жерге барып үйреніп кел, сосын мінесің деді да. Енді оны да айтып тұрған дұрыс та, мен ережесін білмеймін оны. Сөйтіп бірақ үйреніп келдім да, кішкене үйреніп келдім, жоқ мен өзіме сенімді арттым да, мен қорықпаймын, мен құламаймын, мен жетемін, даган соңына жетемін деп, сөйтіп ой мен бардым, сөйтіп соңына дейін жеткенше мен сөйтіп ойлап, дауыстап айтып келатырмын да мен батырмын, мен жетемін, мен сноуборд үйренемін деп, соңына дейін жетіп үйреніп кеттім бірден. Жаңағы ситуациядан кейін. Екіншіден тағы ой мен сенімді арттырып алдым да өзіме. Сосын міндім, ештеңе айтпап өзіме сенім жаңағы визуализация жасап едім, жарты жолда құлап қалдым. Көрдіңіз, пока сізге ол қалыптасып кетпейінше, сіз өзіңізге соған ішіңізде сендіре бересіз. Менің атым Қожа, кино білесіздер ғой. Сол жаңа жиналысқа дайындалып барған кезде не істейді ғой? Тұрып алып айнамен сөйлеседі ғой. Сол сияқты адам ол әрбір нәрсенің бірі сыртты жұрт не десе о десін, мен үшін іші күймесін дейді. Керуен үрет, ит үрет, керуен көшет деген мақал бар да. Әрбір мысалы сіз өзіңіз соған сенсеңіз, жаңағыдай айнаның алдына тұрып дайындалып, ертең мен бүйтемін, сөйтемін деп, мен киімім мынандай болады деп. Актер болғыңыз келсе өздеріңізбен сөйлесіп, аффирмация жасап, визуализация жасап, қорқыныш жеңсеңіздер, сіз өзіне нәтиже жетесіздер. Мына жаңа айтып жатырмын, адамдар айға ұшып қойған, сол кезде екі қалай ұштыңыздар деп сұрақ қояды ғой. Сол кезде айтады да, біз екі мақсат қойдық дейді алдымызға. Екі мәселе шешуге мақсат қойдық дейді. Біріншісі айға қалай ұшып барамыз, екіншісі айдан қалай оралып келеміз. Екі сұраққа жауап тауып, адамдар осы айға барып. Жалпы батырларда мысалға қорқынышты жеңгеннен кейін ғана жетістікке жететін мысалға. Қанша батырларымыз бар, Наурызбай батыр, Қабанбай батыр, Қарасай батыр. Кеше Талғат Бигелдин есіме түсіп кетті. Талғат Бигелдинді көрген кісілеріңіз бар ма? Тіріде. Тіріде сол кісіні көргенмін. Бой кішкентай кісі. Бірақ шымырлы дейді, бой кішкентай. Бізде сол кезде біз 7-ші класс па, 8-ші сыныпта оқимыз. Сол кезде біздің бойымызды бір деп тұр да. Сол кісі енді қол ұстаған өзіне кәдімгі батырлықтың энергиясы беріледі да, кәдімгі ше. Ол кісі кәдімгі қоршап алғанбыз ғой, жері 30 бала бейді. Сол кісінің тарихтарына қарасаңыздар, ол кісі бір намаз оқыған кісі, Құдайға сенген кісі, бір жағынан ол кісі ешқандай қорыққан жоқпын дейді. Қанша рет ұшқан, сонша рет қайтып келген ол кісі. 13-ші номерлі самолетті ешкім алмайды дейді орыстар. Талғат Бигелдин бұл 13 деген цифрден көрінсе, адам өзіне бір сенім келтіріп алады да. 13 деген бұл жаман цифр. Осымен ұшсам мен өлемін. Әрине ол өледі, егер ол соған сеніп барса. Өлем деп сеніп барса, әрине. Сол сияқты сіз қорықсаңыз, мен қазір бизнесті бастаймын, мен қорқып тұрмын, что-то десеңіз, әрине ол нәтиже жетпейсіз. Бірақ қорқынышты жеңу үшін сізге білім керек және тәжірибе керек. Мысалға, сіз қайталау арқылы нәтиже жетесіз. Білімнің анасы қайталау дейді. Сіздер қазір бүгін бір сағаттық, 2 сағаттық білім алып, сіздерде нәтиже жету екі талай. Ол үшін сіз міндетті түрде кітап оқып, және жаттығып, курстарға қатысып, байланысқа шығып, біздер айтып жүрміз, Санева компаниясының білім жүйесі бар. Мысалы 40 мың теңге жасасаңыз, сіз өнім ғана алмай, сіз білім де аласыз да, ойлаңызшы. Ал біз басқа адамдар, біздер кезінде осыған миллиондап төлеп алған білімдер. А сіздер 40 мың теңгеге барасыз білім аласыздар. Сонда жаңағыдай бірақ жаттығу керек та. Мысалы, аға сіз ет кесіп жүрсіз, ет турайсыз, мал сойып көрдіңіз ғой, сіз мал соярдың алдында білесіз, ол пышақпен нан турап жүрген үйден пышақ. Бірақ сіз мал туралдың алдында не істейсіз? Малды кесердің мал сояр алдында не істейсіз? Міндетті түрде қайрайсыз. Соған қайрағанда бір, 2 рет қана қайрап қоясыз ба? Жоқ. Сіз бірнеше рет қайрап, оны тексересіз. Дұрыс па? Содан кейін барып іске айтасыз. Сол сияқты сіз мысалы 1-2 рет қайрап қойып, ол пышақ өтпейді. Сол сияқты қайталау керек. Қорқынышты жеңудің де білімі үлкен. Сондықтан қайталау керек. Қайталай беру, қайталай беру, қайталай беру, қайталай беру. Қайталаудан шаршамаңыздар. Мысалы, өлең жаттаған кезде біз бір оқып жаттаймыз ба? Бір оқып жаттамаймыз ба? Біз бірнеше рет қайталап, бала кездеріңіз еске түсіріңіздер. Бала кезіңізде адамдар ғибрат алыңыздар. Мына кішкентай 1 жастағы баладан ғибрат алыңыздар. Мысалы, кішкентай балаға тоққа жақындаман десең, бәрі сол жерге жақындайды. Мысалы, бала деген кішкентай сондай этап екен, зерттейтін этап екен. Не болса балалар көрсе, не болса аузына салып зерттейді да, өйткені ол бала.
Ол түсінеді өзі. Ол жаман екен, келесі жолы істемейді. Кішкентай бір жаста ол. А біз сол бізге қорқыныштап келетін нәрсе екен біліп тұрсақ та соны істейміз. Керек емес нәрсені қайталаймыз, керек нәрсені қайталамаймыз. Көрдіңіздер ме? Адам сосын жаңа стереотип деген нәрсе бар. Адам сосын убеждение деген сенім. Бізде мысалы сіздерге қазір кім соңғы рет өзіне шоколад алып жеді? Көтеріңіз, осы бір аптаның ішінде сіз жедіңіз, өзіңізге. Шоколад алып жедіңіз ме өздеріңіз? Бір аптаның көлемінде. Жемей жүрміз. Холодильникте тұрып бірақ жемейміз да. Андай кім соңғы рет ирис жеп көрді? Айтыңыздаршы. Мен. Сіз жедіңіз. Сіз магазиннің болсын жеп жүрсіз. Это магазинді өзіңіз жеп жүрсіз ба? Жоқ, иристі басқа жерде ғана. Жоқ, мысалға соңғы рет кім батутқа секіріп көрді? Біз өсіп кеттік та. Бізге қуануға болмайды. Бізге суға шомылуға болмайды. Бізге конькимен сырғанауға болмайды. Мен өсіп кеттім ғой мен. Мен жүрейін сол кішкентай бала сияқты. Кәмпит жеп. Біз ұят. Сосын өзімізге убеждение қойып тастаймыз, сенім қойып тастаймыз. Өмірге қуана біліңіздер. Қорқынышты жеңіп қуаныңыздар. Әрбір болған ситуациядан бір жақсы нәрсе көріңіздер. Мысалға да сценада, аппақ сценада бір қара точка тұрса, адам нені байқайды? Точканы көреміз. Бәрі аппақ сцена аппақ екен, бірақ қара точка дұрыс болмады деп, именно соған қадалып қаламыз ғой. Сол сияқты өмірде әрбір болған ситуациядан жақсы жақтарын көру керек. Жаңағыда кептеліске тұрып қалдыңыз ба? Сіз бұл жерде кептеліске тұрып қалсыз, бұл жақсы нәрсесін көру керек та. Бұл либо сіз ерте шығуыңыз керек, либо сіз Құдай бірдеңеден сақтап тұр деген нәрсе. Қорықпау керек. Сіз қорықсаңыз, артыңыздан мысалға айтайықшы, бизнес бастамақ қойыңыз. Сіз артыңызда өріп кеткен балаларыңызға барлықтарыңызда сұқ-саусақтарыңызды көрсетіңіздерші. Барлықтарыңыз сұқ-саусақтарыңызды көрсетіңіздер. Көрдіңіздер ма? Адам не істеді? Көргенін істеді. Сұқ-саусақ деген мынау. Мынау бас бармақ, мынау сұқ-саусақ. Адам деген көрген, әрдайым көргенін істейді. Бұл адамның дәлелі, адам көрген нәрсені істейді. Сондықтан мен мысалға қазір сіздерге айтып, денсаулықты сақтау керек, күнде таңертең ерте тұру керек деп мысалға темекі шегіп тұрып айтып тұрсам, не істейсіздер сіздер? Бәріңіз тұрып кетіп қаласыздар, баш дейсіз ғой, не айтып тұрсыз деп бетіме темекіні басасыздар, иә? Сол сияқты мен ол нәрсені ұстанған нәрсемді мен іс-әрекетіммен көрсетемін. Сіз ол адамға ұрысып, сен істе, басынан ұрып, балаңыз болсын, ініңіз болсын, ол ешқашан өзгермейді. Егер сіз сондай, өзіңіз сондай болсаңыз. Сондықтан тәрбиелегеніңізде отан отбасынан басталады. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста дейді. Сіздер ешқашан әлемді өзгерте алмайсыздар, пока өздеріңізді өзгерте алмасаңыз. Өзіңіздің ішкі дүнияңызды, өзіңіздің қорқынышыңызды жеңбесеңіз, біреуге айтып батыр бол десеңіз, ол батыр болмайды. Жаңағыда бір сіздерге бір анекдот айтып берейін. Бір Қазақстан мемлекетіне, бір ауылға, шағын ауылға бір кәріс көшіп келіпті. Біз кәріс білеміз, не жейді? Кәрістер? Ит жейді, көбінесе естуіміз бойынша, иә? Сонымен анекдот шығып кеткен дейді, содан. Сол кәріс көшіп келіпті. Енді біз қазақтар ит асырайды ғой. Сол кәріс күнде бір ит ұстап алып, иттерді жеп қоя береді екен ғой. Жеп қоя бергенде, қазақ кішіпейіл қалып, ондай ол кісіні дұрыстап түсіндірейік, ол кісіні ұрмайық, соқпайық деп, ол кісіні кетіп баратын жеріне ұстап алып, басына мешок кигізіп, бір қараңғы бөлмеге кіргізіп қойған, киноларда бар ғой, сұрақ жауап алатын бетіне аппақ бірдеңе жағып қояды ғой, сөйтіп ол кісіні отырғызып бетіне жағып қойып, сен кәріс емессің, сен қазақсың, сен кәріс емессің, сен қазақсың, сен кәріс емессің, сен қазақсың. Айта берген, түсіндің ба деген. Я түсіндім деп. Соны кәрісті жіберіпті. Артынан аңдып баратса, жаңағы кәріс ит ұстап алып. Сен ит емессің, сен қойсың, сен ит емессің, сен қойсың деп сөйтіп жеп қойыпты да. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты сіз айта бергенде, ол кісіге көрсету керек еді, қойды кесіп, ол кісіге қойды жегізіп сөйтіп істету керек еді. Жаңағы тағы бір анекдот айтайын сіздерге. Негізі менің сабақтан қызығы өтеді ше, тек қана бір сөйлей ғой, анекдоттарды айтамын. Қатыссаңыздар да жалпы. Кісіге бір тағы да есіме түсіп кетті. Бір студент дейді да, медицинский университеттің жаңағы ненің ветеринарный колледжде оқып келген, сол студент келіп экзамен тапсырады деп айтады. Сосын ол студент бір күн бұрын тек сірке бар ғой, бит бар ғой,
соның ғана зерттеген екен, соны ғана дайындаған екен да. Сосын таңертең визуализация жасаған ғой, сол сабақ қылса екен, соны ғана сұраса екен, күшті болады деп сөйтіп сабақтың экзаменға келді дейді. Билет тартқызып, именно сол бит туралы түскен ғой. Қуанып деп, естіп. Бит деген ол жүні бар жануарларда өмір сүреді, ол сондай денесі кішкентай, қан сорады, сөйтіп түсіндіріп айтып жатыр дейді да. Молодец деп, жаңағы экзаменаторлар айтқан ғой, ұстаздар молодец. Яғни тағы бір билет ал деген ғой, басқа ештеңе дайындалмаған. Тағы бір билет таңдаса, ит туралы түскен да. Ит деген ол 4 аяқты сүтқоректі жануар, ол үйде өмір сүреді, оның терісі жүннен жасалған. Ол жүннің арасында міндетті түрде бит болады. Бит дегеніміз ол қан соратын сондай кішкентай жандак деп сөйтіп айтады. Жоқ, тоқта дейді, 3-ші билетті ал дейді. 3-ші билетті алса, мысық түсіпті да. Мысық деген ол 4 аяқты, құйрығы бар, үйде сүт ішетін мысық. Оның терісі жүннен болады. Сол жүннің арасында міндетті түрде бит болады. Бит дегеніміз ол деп қайтадан айтады. Соның арасында үлкен профессор түсініп қойғанда дейді, тоқта дейді, енді балық туралы айтып берші дейді жаңағы студентке. Сосын ойланып тұрып, балық дегеніміз ол судың астында өмір сүретін, үсті жаңағы қабыршақты, қатпарлы сондай жануар. Егер оның үсті жүн болса, жүннің ішінде міндетті түрде бит болады. Бит дегеніміз ол деп сөйтіп айта берген ғой. Сол сияқты адам деген естігеннен гөрі көрген нәрсесін бір нәрсені қайталай береді да. Өзіне құйып қойған нәрсені соны қайталай береді. Сұрақ туындауы мүмкін, мен неге қорқа беремін, мен неге біреулер істеп жатыр, мен неге істей алмаймын, өйткені сіз жоқ деген нәрсені ғой, істей алмаймын деген нәрсені даже өзімізге сұрақ қою да білмейміз. Басқалар миллион тауып жатыр, мен неге істей алмаймын. Уже сіз өзі істей алмайтыныңызды уже дайындап қойыңыз. Сосын өйтіп бүйтіп айту керек та, басқалар миллион тауып жатыр, мен солар сияқты миллион табу үшін не істеуім керек. Көрдіңіз, просто сөз, просто ойдың өзі. Адамның амалынан бұрын ниеті қабыл болады. Мына мысалға, телефон дейді да, камера мысалы, стакан да мысалы, қараңыз. Стакан шыны да, шыны қазір не көріп тұрсыздар? Стакан көріп тұрсыздар. А бұл ең бірінші стакан болмас бұрын, бұл біреудің ойы болды. Дұрыс па? Бірінші ойлады ол адам. Адамдарға су ішуге ыңғайлы бір ыдыс ойлап тапсам. Оны қалай табам? Мен осын құмды шыныға айналдырам, шынының формасын келтіріп, стакан жасаймын. Сосын мысалға маркер да, мысалға. Маркер да. Маркер не болды? Еу баста? Біреудің ойы болды, е? Біреудің ойы болды маркер. Мен адамдарға сабақ жүргізгенде, тақтаға шығып, сөйлеген кезде анық көрінетін, және сүрткен кезде оңай сүртілетін неді ойлап тапсам екен дейді да, маркер ойлап тапсам. Және бұл маркердің тағы бір екінші түрі бар. Өшпейтін маркердің түрі бар, е? Көрдіңіз бе? Әрбір нәрсе бірінші кезекте ойы болады. Одан кейін ниеті болады. Ниеті бұл адамдарға көмектесем дегенде. Қаншалықты бересің, соншалықты аласың, не болмаса одан да артық аласың. Сен әлемге жамандықты тілеп, жамандықты өзіңнен шығарсаң, сен өзіңе не аласың? Жамандық. Біреуді алдап кетсең, біреуді өтірік алдап кетсең, біреуге жамандық істеп кетсем деп, ниетіңіз сондай болса, іс-әрекетіңіз сол болса, ол сізге өмір деген бумеранг міндетті түрде қайтып келеді. Төзі сұрақ болуы мүмкін да, мен неге аварияға түсіп қалдым деп мысалы да. Ол кезінде сіз сондай бірдеңе болғанша білмейміз да. Ол бала кезіңізде ой болды ма, бала кезіңізде ниет болды ма, болмаса кеше болған ойыңыз ба, кеше болған ниетіңіз ба. Мысалға Айнұр ханымды айтып жатса, команда әкел, адамдар әкел дейміз. Бұл кісінде ниеті болған, бала кезінде ниеті болған, мен туысқандарыма, аға, әпшелеріме көмектесем деген ниетіңіз болған, бірыңғай туысқаныңыз келіп отыр. Көрдіңіз бе? Қай жерде жатыр? Бала кезіңіздегі ниетіңіз қанша жылдан кейін сізге қайтып келіп жатыр. Ама сіз бала кезінде сіз ол ниетіңіз болмаса, мен көмектеспеймін, не істеймін, ол өз бастарымен өздері болсын десең, сіз қазіргі таңда бұндай ситуация болмайды. Сол сияқты әрбір істеп жатқан кәсіптеріңізде біреуге, ей, кім көріп тұр дейсің? Осы істей салайын десеңіз, ол бір жақтан шығады. Ол өзіңізге қайтып келеді. Бұрын бір ұстазы шәкірттерін тапсырма берген дейді да, мына тауық, бәрі тауық алып келіңдер деді. Осы тауықтың басын ешкімге көрсетпей басын шауып келіңдер деген ғой. Бәрі тарап кетіп, шауып кетіп, сосын сұрайды ғой, сен қалай шаптың дейді. Мен мал қораның ішіне кіріп, ешкім көрмейтін жерден басын шауып тастадым. Ешкімге көрсетпей, мен үңгірдің ішіне барып басын шауып келдім дейді. Біреу айтады, мен шөл далаға барып, ешкім жоқ,
Тірі жан жоқ. Тірі жан жоқ, мен сол жерде басын шауып келдім дейді. Барлығы сөйтіп шауып келді, бір ғана шәкірті басын шаппай кетті тауықтың. Сонда сұрайды, сен ешқандай жер таппадың ба, ешкім көріп тұрған жоқ. Сонда жер таппадың ба деп сұрайды ғой. Мен барлық жерді іздедім. Бірақ қанша жерде жасырғанмен ешкім көріп тұр деп айта алмаймын. Неге десе, себебі төбемізде Құдай көріп тұр деген. Сондықтан әлемде көріп тұр да, не бересің, соны аласың. Жақсылықты тілесең адамдарға, сізге жақсылық қайтып келеді. Жақсылық деп өзі ойлаймыз, ол тек ақшамен ғана бағалап. Адам қазір өзіміз өмірімізді ақша жетпегендіктен өмірімізді ақшаға байлап қойғанбыз да. Әрине ақша деген жақсы, ол егер жақсы жұмсасаң. Біреулер адамның жолымен табады, біреу арам жолмен табады да. Бірақ сіздерде мүмкіндік қорқынышты жеңіп, амалды жақсы амалмен табыс табуға болып, сіздерге осы Санева компаниясы береді. Және осындай білімі бар адамдар, сіздердің спонсорыңыз, сіздердің осы Айнұр ханым болсын, Маржан ханым, сол кісілер арқылы сіздерге береді. Мысалға, бәріміз білеміз, әлемде ең бірінші кім болды? Адам ата мен Хауа ана болды. Екеуі ғана болды, иә? Енді қазір қанша халық бар? 7 миллиардтан аса халық. Көрдіңіздер ма? Бүкіл әлемде 7 миллиардтан аса халық. Сол сияқты сіздер келіп отырсыздар ма? Сіздердің арттарыңыздан, мысалы кеше көрсеттім ба, сіздер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 адам отыр. Әрқайсыңызда 500 таныстан болса, әрқайсыңызда 300 адамнан таныс болса, сіздер кем дегенде 2000 адам артыңызда тұр. Бірақ ол нәрсе сіздердің өздеріңізге байланысты. Ішкі дүние, жаңа айтты ғой, жүректе қай есікті ашасыздар. Қорқыныштан айтты ғой, бұл қорқыныш деген ол түпкі немізде қалған нәрсені соны шығарып отырамыз ғой. Қауіп болады, бірақ қорқыныш деген өзімізге байланысты. Шын мәнісінде қорқыныш естеріңізде болсын, қорқыныш деген нәрсе жоқ.